Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті тыңдармандарым. Әңгіме ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Жезде қонақ. Алжыған кәрі күйеудей арсалаңдап артықбай кіріп келгенде, қамыр елеп жатқан жұпардың қолындағы оқтау белінен қамшы тиген жыландай қайқаң етіп көтеріліп барып, үстел астына сусып түсті. Онсыз да қолын білегіне дейін жалаңаштап алған жұпар еңкейіп жерден оқтауды көтеремін дегенде аппақ саны айнадай жылтыр ыдысқа шағылысып жарқ ете қалды. Осы бір ілкі сәтте асханада қыстық соғымның тәтті иісі танауды қытықтағаны болмаса, саунадағы сұлуды сәулелендіргендей көрініс жігіт атаулының ындынын қоздырып, құмарлық оты бас көтергендей еді. Кетік тістері арасынан сілекейі шұбатылған Артықбай сол арсалаңдаған күйі келіп, қолы қамыр-қамыр болып тұрған жұпардың қыпша белінен қапсыра құшақтады. Жұпар жылан көргенде жиырылып, әулетті қолдарының қамытынан босап шыға алмады. Балдызым менің, жалбызым менің, шіркін-ай, тамағыңның тәттісі-ай деп тамсанды қыдырма қонақ. Осы бір сәтте оның тұмсығы жұпардың аппақ тамағына барып тақалған еді. Тамағыңның тәттісі-ай, осы бір сәтте оның тұмсығы жұпардың аппақ тамағына барып тақалған еді. Тамағыңның тәттісі-ай деп тамсанғанда екі түрлі ой тастап кетті кәпір. Қазандағы тамақпен балдыздың балтатыған аппақ тамағын қоса меңзеп, бір оқпен екі қоянды қатар атты пәтшағар. Әйел махаббаты құлағында, осы азғана мадақ садақтан атылғалы тұрған жебені тежеп қалды. Ұрымтал сәттің соққанын сезіп қалған Артықбай мақтау марапаттаудың тек-тегін, жек-жегін аяусыз ақтарды. Жұпардың жайлы мінезін, қонақ жайлылығын, ізеттілігін сары майдан қыл суырғандай сыздықтатып, суыртпалағанда бір көтерілсе, арыстанды қарабастың желіндей апталатып дауылдататын жұпардың өзі жым болды. Төрлетіңіз жезде, мақтап жүреді екенсіз, деп төрді оқтаумен меңзеді келіншек. Төрде талтайып жатқан Артықбай әу деп дем шығарып, бажасының қайда жүргенінен хабар алды. Бажаңыз қамыр илеп болғанда келіп те қалар. Теледидарды қоса салыңыз. Ұласпалы фильм жүріп жатыр еді. Мен үшін де көре отырыңыз. Кейін оқиғасын айтып берерсіз деп жұпар алдындағы қамырын жұлмалай бастады. Осы балдыздың балтыры да тоқ, илеп жатқан қамыры да тоқ. Сосын екеуі де әппақ шіркін-ай деп ішіне жел біткен Артықбай жаман ойға ерік беріп, сілекейі шұбатыла түсті. Әй, төрімде шөккен нардай жайрап жатқан кім десем, бажа екен ғой. Қабырғаларыңыз арса-арса, алқынды болып бітіпсіз ғой тегі, деп әбен кіріп келгенде, төрдегі тәкаппар орнынан ұшып тұрды. Әбен оның езуіндегі шұбатылғанды тәтті етке деген шыдамсыздыққа жорыды. Дастарханға үйме табақ ет келгенде Артықбай орнынан қозғалып қойды. Жұтқыншағы асты үстіне қарай жылжып, еріксіз жұтынды. Әбен оның алдына сүбе қабырға қойды. Әй, мынау қылдырықтай сүйегің немене? Бажаңа төс қоймасаң да тоқпан-жілік ұстатпайсың ба? Деп Артықбай ежірейді. Жұпар екі рөмкені аққудың сұңғағынан ұстағандай шымшып ұстап әкеліп дастарханның шетіне қойды. Артықбай өз-өзіне ие бола алмай қалды. Шікірадай шошаңдап орнынан бір тұрып бір отырды. Балдызы тастаған жұмсақ қол орамалымен екі езуін кезек-кезек ысқылады. Әбен қонағының қолына жуан жілік ұстатты. Артықбай арсалаңдап жілікті мүжуге кірісті. Жарықтық жуық арада қолына жілік ұстап көрмеген бе? Мүже-мүже сүйектің өзіне тісі батып кетті. Осыны бағамдаған Әбен, бәжеке, сізді можыған біреуме десем, нағыз Тасшайнардың өзісіз ғой, деп астына көпшік тастады. Мені кім деп отырсың? Шүкір, күш-қуатым бойымда, әлі тоқалалу бар ойымда, деп Артықбай насаттанды. Рөмкелер ренжітпестен сыңғырға ақып тұрды. Артықбайдың екі езуінен шылқа-шылқа май ақып тұрды. Ол бажасына риза болып, түннің бір уақытында аттанды. Ол кеткен соң, осы албасты айналдырған бір айда 10 рет қонақ болып кетті. Үйкезбе неменің кеш түссе аңдайтыны етпе, әлде қызыл шырайлы бетпе деп Әбеннің ішіне ішкілік салдарынан күдік кірді. Денесі тоңазып, бет-жүзі қабыршықтанды. Соңғы кезде ауылда кешкі апақ-сапақта саламатсыздар ма деп арсалаңдап кіріп келетін Артықбай туралы алып қашты әңгіме желдей гулеп тұр. Жұрттың айтуына қарағанда, бұл бетсіз тек балдыздарының үйіне барғыштайды. Балдыздарын қытықтап, ойнағанды ұнатады дейме, бажалары жоқ болса, кемшіліктерін білмекке түрлі тақырыпқа бойлағанды ұнатады дейме, соңынан дейді екесі дауыл болып соғып тұр.
шіркіннің тәбетінен тәжірибе алып, тебері кетіп қоюға болады деседі. Бір өзі бір табақ тамақты жұмырына жұқ көрмейтін көрінеді. Сосын кішісінен 20, үлкенмен 10 кесе сорпа ішетін сорақылығы тағы бар. Егер үй иесі жомарттық танытып, ақмаған бет алдырса, 2-3 бөтелкесін мінсе тұтпайтын жарықтық. Осы мешке жуырда Таңатардың, Серіктің, Тортайдың, Жандардың дастархандарын жайпап, Омарбектікінде 10 күн жатып кетті. Әйелі келіп, алдына салып, айдап кетпегенде әлі 2-3 күн жата тұрмақ еді. Құдай сақтады әйтеуір. Бір қызығы, әлгі қонақ болған үйлердің келіншектері Артықбайдың әйелімен 3 қайнаса сорпасы қосылмайтын басқа атаның қыздары. Заты орта жүздің қыздары болған соң Артықбай келін болып түскен күндерінен бастап еншілеп алған. Енді сол жезделігінің арқасында жілік мүжіп жүр. Міне, бүгін сол Артықбай сойған түлкі дейір жақтап, әбеннің үйіне көз байланар тұста тағы да жетіп келді. Қайырлы кеш, балдыржан, тілеуіңді Тәңір берсін. Қос-қостап, қошқардай ұлтап, Құдай қонақ болып келіп қалдым, деп үйреншікті төріне қарай төтесінен тартты. Әбен моншада жуынып жатыр екен. Сүлгісімен басын орап алыпты. Әй, қатындар сияқтанып, басыңдағы мына орап алғаның не? Деді Артықбай өзімсініп. Әртеке, Бажеке, сіз екенсіз ғой. Бізді мына Жұман арнайы қонақ етіп шақырған екен. Соған дайындалып дегендей, деп әбен тізе бүкті. Қонағын жақтырмаған жан үйіне кісі келгенде меймандыққа жиналады. Жақтырмай отырғандарыңды білемін, деп Артықбай артықтау кетті. Сол сәт жұпар жылып алғандай, жезде қонақ, осы үйдің дәм-тұзын сізден аяған кезіміз болды ма? Қашан келсеңіз де иіліп, жастық, төгіліп төсек боламыз. Барымызды аузыңызға тосамыз. Жұман жолдасымыз шақыра қалған екен. Құдай қонақты тастап кеттіңдер деп тыржиып жақтырмайсыз. Ал өзіңіз үйіңізден ешқашан дәм таттырмайсыз. Яғни ел үстінен күн көретін, барған жерде жоқты барды айта беретін езбе қонақсыз. Сосын өз ошағыңыздың басын сыйламай, өзгенің отының басына өңменіңізді үзіп жүретін кезбе қонақсыз. Соңында бүкіл ауылдың қызын бір өзіңіз алғандай, жұрттың бәрін балдыстанап, бары болса ішіп жеп кететін жезде қонақсыз. Солай жездеке, бір жолға ренжімеңіз, біз шақырған жерден қалмаймыз. Сіз тағы басқа жерден өзек жалғайсыз, деді тартпақтап. Әбен келіншегіне көзін қысып жұдырығын түйді. Артықбай алды-артына алақ-жұлақ қарап, ләм-мим деместен есікке қарай ұмтылды. Әбен келіншегінің бетінен сүйді. Осы оқиға көп кешікпей алақандай ауылға шып-шырғасыз тарады. Жұпардың жұлынып айтқан сөзіне сөзі ілесіп түрлене түсті. Қазір екі кісінің басы қосылған жерге Артықбай жоламайтын болған. Оны көрген балашаға жезде қонақ деп қарқ-қарқ күледі. Ауру қалса да әдет қалмайды. Артықбай бүгінде басқа жүріс ашыпты. Сырымды білмейді, деп шамалайтын болар. Шалғайлау бір ауылда бірде Құдай қонақ болып, бірде жезде қонақ болып жүріп жатыр деседі. Әй, қайдам? Ол ауылды да шуландай шулатып, шұлғауы шұбатылып, шаршап жалдығып келіп те қалар. Не қылыпты сонша? Құшақ жайып қарсы алар, бір қонақ жай қазақ табылып қалар. Талай аунап, түгі қалған өзі туған ауыл емес пе?